Ассалаумағалейкум жігіттер. Мына бүгін жерлица туралы айта кетейін деп едім. Жерлицаның 4-5 түрі болады. Соның ішінде маған қыстың кездерінде аяз күндері өзіме ұнағаны мына түрі мінекей. Жерлицаның мына түрі маған қатты ұнады өзіме. Мінекей, мынадай фиксаторменен. Өте оңай, аязда сынбайды, жақсы салуды оңай, шығаруды тез. В общем, басқа түрлері де бар, олар сынып кетеді, аязда көбі талай болды олар, ауыстырдым, в общем, осындайға. Енді айта кетейін, бір жерлицеге каналдардан жыртқыш аулайтын болсаңыздар, онда 8 метр жарайды. Одан көп болса, көп сала берсеңіздер, тарқатылып кететін болса, онда қамысқа андамда кіріп кетеді. Сондықтан 7-8 метр жарайды. Ал егер жайықтан да ертең судаққа саламын дейтін болсаңыздар, жайыққа да саламын дейтін болсаңыздар, онда жоқ дегенде 12 метр салуларыңыз керек. Егер енді лескіні ауыстырып жүрмеймін, мен 12 метрін салам, жайықтан да аулаймын десеңіздер, онда өзеріктеріңіз, бірақ леска мұнда кетіп отырған кезде сіздерге стопор жасау керек болады. Мынаны былай етіп жіберіп, әбден жібергеннен кейін 4-5 метр размотка жасағаннан кейін былай етіп, мына ручкасына іліп қою керек болады. Сол тоқтататын. 12 метрдің барлығы размотка жасамайтын. Егер бұны петлелікке стопор жасамаймын десеңіздер, өзеріктеріңіз вовремя шығарып алам мен барып, флажок ойнағанда барып көтеремін десеңіз, пожалуйста. Вот, оны да болады. Ешқандай проблемасы жоқ. Енді айта кетейін, қалай бұны оснащать надо, соны көрсетейін қазір, қалай етіп құруымыз керек қазір. Мінекей, мынау енді жақсы 8 метр леска дейді. Лесканы саламыз 0.16, 0.18, 2, 0.20. Одан жоғары салсаңыз уже көрініп тұрады, балық ойнай алмайды дұрыс, қалыңдық кетеді леска. Сондықтан солай етесіздер. Ең біріншіден бізге бұны жасау үшін мынадай қорғасын грузилы керек. Грузилы тоже 5, 10, 15, 20 граммға дейін салынады. Мінекей, мына кесігі бар өзінің, содан өткізесіздер, мінекей, грузилыны. Енді бұл грузилы өткеннен кейін бұл балтаңдап жүреді әрлі-берлі. Любой хищник, щука деп айтайық, точно басына тиеді. Содан көп шортан негізі аузындағы жемін лаққы жібереді. Сондықтан бұны қалай етіп стопор жасаймыз. Ол үшін мынандай резиновый стопорлар керек. Мінекей. Бұл резиновый стопор дегеніміз кез келген өзіміздің осы рыбаловный магазиндерде бар бәрінде. Менде по размеру бар осы лескелерге бәрі стопорлар. Стопорлар үлкен болса бармайды, кең болып тұрады лескінің бойында. Сондықтан тарлауын салу керек болады. Мінекей. Былай етіп кигіз жібересіздер. Бойына міне болды. Мінекей, мынандай болып қалады. Енді сіздерге көрініп отыр деп ойлаймын, енді мен телефондарын білесіңдер ол өздерің. Баяғы Ленин мен Сталиннен қалған маған сыйлық қой. Мінекей, енді мені тоқтата аламыз. Енді бұны қазір кешіректі кішкене тоқталамыз бұған тағы да. Енді поводок. Поводок аламыз 15-20 сантиметрлік, өте қатты ұзынды керек жоқ. Болат ұзынды салуға ұзынды салады. Егер үлкен шортандар жүрген жерде салат көп болса, шортандар сонда салат. Бұған флюорокарбоновый лескіден де салуға болады. Флюорокарбоннан салуға болады. Флюорокарбонның бір жақсы, қымбат енді, бір жақсы, ол судың астында көрінбейді, шыдамды. Мыналар ұқсап бейті оратылып қалмайды. Енді пока флюорокарбон көп ешкімде жоқ қой. Дүкендерге барғанда флюорокарбон дегенге алданып қалып жүрмеңдер. Леска с покрытием флюорокарбона деген бар, ол бармайды поводокқа. Ондай менде де бар, мында тягр дейтін. Олар бармайды, они лески просто. Просто покрытие флюорокарбона. Керек бұл поводокқа таза флюорокарбон керек. Жақсы, ауытқымайық темамыздан поводок. Поводоктың вертілікке жағынан вертілікке байлаймыз. Қалай байласаңыздар да өздеріңіз білесіздер ғой. Бірақ енді мына байлаудың да бір несін көрсетіп жіберейін, мықты байланатын түрін. Мінекей. Өткізіңдер. Қытай смачивать ету керек.
мен енді просто показной болғасын мына жерге қалай суға бөлмей жатырмын. Так, қыса алып қойсыздар. Мінекей болды. Енді мінекей көрдіңіздер ғой, енді қандай мінекей жерлесі құрастырылып жатыр. Міне. Былай тұрса жақын тұрады. Балықтың басына тиюі мүмкін. Сондықтан судың тереңдігіне байланысты мына стопорды қыстырсаңыздар, болды, мінекей жібермейді. Осыменен мына регулировка жасайсыздар. Грузилді жоғарыға. Грузилді салатын себебі мына біз салған живец мысалы біреуінде үлкен болады, біреуінде кіші болады. Үлкен болса мысалы ол шустрый болып кетеді, слишком қатты қозғалатын болады. Сондықтан шортанның шабуыл шортанға оңай алуға. Вот. Енді екінші жағы карабин. Карабинге тройник саламыз. Тройник желательно 5-6 номерлер салу керек. Одан үлкендері 3-4-тер олар жеттер не болады, үлкен болып кетеді. Шортандардың кейбіреулер ала алмай қалады. Сондықтан желательно 4-5 алған жақсы. Ну, в принципе, 3-те барады. 3-тен жоғары керек емес, 2-1-лер одан үлкен уже болмайды баруға. Сосын магазиндерде, басқа магазиндерде үлкендерін сатып жібереді. Дайын жерлетсілерде үлкені тұрады. Сондықтан енді ондай қымбат нәрсе емес. Мына мендегі жақсы, өте качественный нелер, тройниктер алуға болады. Размерлерінің бәрі бар. 7 размер бар, 8 размер. Так, мінекей. Мынаны түйредіңіздер, защелканы жаптыңыздар мінекей. Мынаны жаптыңыздар, міне осылай болады. Енді бұған балықты қалай түйрейсіздер? Мен қолымда енді тірі балықта жоқ қой басқа. Енді мына жерде балықтың арқасындағы плавниктен жайлап тығасыздар, қиғаштап астынан, омыртқасына тимей. Мінекей, осылай етіп қоясыздар, болды. Балық өзі жүреді, мінекей. Әрлі-берлі қозғалып жабысқан кезде. Так, тройниктің преимуществосы көп. Балық атака жасағанда түсуіне почти 98% тройниктен шықпайды. Енді двойникке келіп тоқтайық. Так, двойник дегеніміз, двойниктің ұстау мүмкіндігі 70%. Бұның бір жақсы күн аязда мінекей мынадай етіп алып тастайсыздар. Екінші жағынан мына карабинді алып тастау керек болады. Бұл жерден астын көтеріп жібересіздер де, мынандай канцелярский пышақпен суырып алып тастайсыздар двойникке. Двойник саларда мінекей балықты астынан, жәбірдің астынан кигізесіздер. Жәбірдің астынан жайлап, ішіне қызыл етін қанатпау керек, жарақат бермеу керек. Балыққа аузынан шығады. Аузынан шыққаннан соң мінекей мына двойникті мынаған кигізе қойсыздар, болды. Мінекей. Сосын жайлап тартып, әкеліп мынау аузының астына былай етіп тұру керек. Сонда балыққа ешқандай да зиян келмейді. Көп судың астында көп жүруге, ауыстыра бермеуге жібетісті мүмкіндіктеріңіз бар. Жабысқанда, балық жабысқанда енді двойник, анау тройник, мынау двойник, енді қайсының мүмкіндігі мол, соны білесіздер ғой өздеріңіз. Тройникпенен және оңай салу, оңай, бірақ двойник жақсы.